Қайырлы күн, ардақты көрермендер. Мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасы. Бүгін біз жол патрульдік полициясы қызметкерлерінің жұмыс барысымен танысатын боламыз. Ендеше құрметті көрермендер, кезекті бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздердің жұмыс барыстарыңызбен таныс болсақ. Саламатсыз ба? Мен полиция лейтенанты, есімім Нұрдана. Жалпы қазір дейтін 19 мамырдан бастап 20 маусымға дейін профилактикалық жедел іс-шара өтіп жатыр. Сол сіздерге ескертпе жөнінде тоқтату себебіміз осы. Саламатсыз, патрульдік полиция аға лейтенанты Абу. Құрметті азамат, жалпы құрметті азамат, страховкаңыз бәрі бар екен, техосмотрыңыз бәрі өткен. Ешқандай не жоқ екен. Ол құрметті азамат, жолыңыздан ұстамайын, аман-есен жеткен жерге жетіп алыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Бекзат мырза, жұмыс барысыңызбен таныстық. Жалпы жүргізуші тоқтамаған жағдайда қандай шара қолданасыздар? Егер де жүргізуші көлік құралын тоқтату туралы заңын орындамаса, Қазақстан Республикасының әкімшілік жүргізу туралы кодексінің 613 бабының 1 бөлігімен 40 айлық есептік көрсеткіште айыппұл салуға әкеп соғады, немесе 3 тәулікке дейін қамауға әкеп соғады. Қазіргі таңда әйел адамдарға бөлек айыппұл деген сынды ережелер бар ма, немесе барлығы бірдей, иә? Жоқ, барлығы бірдей. Заң барлығына ортақ, иә? Иә, заң барлығы. Жалпы сіз отбасылы азаматсыз, яғни жеке өмірі мен жұмысты бір-біріне қалай теңестіресіз, уақыт болады ма? Енді отбасыға уақыт бөлуге тырысамыз, бірақ та көбінесе жұмыста боламыз біз. Күндізде, түнде де. Бекзат мырза, жауабыңыз рахмет. Жалпы болашақта осы саланың маманы атанғысы келетін жастарға қандай кеңес бересіз? Жас мамандарға кеңесім ешқашан берілмеуін. Бұл жұмыс қиын болғанымен қызықты кездер өте көп болады. Себебі күнде әртүрлі адаммен кездесесің, әртүрлі адаммен сөйлесесің. Сол себепті уақыт тез өтеді бізде. Түсінікті. Ендеше жұмыс барысымен тағы да бірге тамашалайық. Бауыржан мырза, жалпы бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Енді жоғары оқу орнын бітіріп, 4 жыл оқу орнына беріп, қазір осы маманың есімде ойлаймын өзімді. Жалпы еш өкінбеймін осы маманы таңдағаныма. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Ал енді жастарға кіремін деп жатқан жастарға сәттілік, үміттеріңізді үзбеңіздер. Жұмыстың өз қиын жерде болады, оңай жерде болады. Соған қарамастан жұмыс істеп, өніп өсу керек деп ойлаймын өзімді. Түсінікті, иә. Жалпы дейтін бұл мамандықты не үшін таңдадыңыз? Бұл мамандықты бала кезімдегі арманым өзімнің. Арманым, мақсатым орындалды деп ойлаймын. Ал кей кезде әр саланың болсын, өзінің қиындығы және өзінің оңай жақтары болады. Ал сіздерде қалай? Енді оңай қиын деп айтылмын, бірақ болады ондай сәттерде. Біз енді шақыртуға барамыз, басқа да жағдайлар болады. Ол жерде әртүрлі адам болады. Адам болған екен бәрінің мінезі бірдей емес. Енді оңай жері түсіндіріп өтейін. Адам мінезі мол, түсінігі бар адам болса, сондай адаммен тіл байланысу оңай бізге. Жақсырақ болады. Ал енді мінезі ауыр адам болса, кісілерге енді подход басқаша жасап, көңілінен шығып, айтқан әңгімесін бәрін тыңдап, ондайға шешім қабылдауымыз керек деп ойлаймын өзім. Түсінікті, Бауыржан мырза, жалпы осы қазіргі таңда осы салаға қызығып, яғни осы саланың қызметкерлері атанғысы келіп жүрген жастар өте көп. Осы тұрғыда не айтасыз? Жастарға айтарым, жаман зат ұрынбаңдар. Дұрыс жағымен жүріп, жаман есерге қолданбай, өмірлерімізді сүруімізді сұраймыз. Жастарға тілейтін. Ендеше Нұрдана ханым, соңғы жұмыс барысымен таныс болайық. Нұрдана ханым, айта өтейік, бізде күндізгі ауысым бар, және де түнгі ауысым бар. Түнгі кезекшілік, күндізгі кезекшілік. Біз қазір таңғы 7-ден кешкі 7-ге дейін күндізгі ауысымда қызмет атқарамыз. Біздің басты міндетіміз жол көлік оқиғасын алдын алу, қоғамдық қауіпсіздік
қамтамасыз ету. Сонымен қатар біз Ақтау қаласы бойынша 6 стационардық пост бар. Кез келген тұрғын оған мәселемен немесе шағыммен келе алады. Біз әрқашан көмек көрсетуге дайынбыз. Құрметті көрермендер, жол полициясы тек айыппұл салатын мамандықтың бірі емес, сондай-ақ қоғамдық көліктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін салалардың бірі. Құрметті Бекзат мырза, Бауыржан мырза, сізге көп рахмет. Алдағы жоспарларыңызға, яғни жұмыстарыңызға сәттілік тілей отырып, құрметті көрермендер, бүгінгі мамандықтың бәрі жақсы бағдарламасының кезекті санын аяқтаймыз.